Лекция 7. Педагогикалық қарым-қатынас стилі. Мұғалім тәжірибесінде орын алатын педагогикалық қарым-қатынастың түрлерімен қатар, оның негізгі стильдерімен танысып өтейік. Педагогикалық қарым-қатынас стилі – педагогтың өз шәкірттерімен әрекеттесуінің дербес психологиялық ерекшеліктері. Әр мұғалімнің балалармен қарым-қатынас орнатуында өзіне ғана тән ерекшеліктері болады. Осы ерекшеліктеріне байланысты әр мұғалімнің кабинетке кіруімен бірге оқушылар сыныбында әртүрлі психологиялық ахуал орын алады. Педагогика, психология, әлеуметтану ғылымдарында қарым-қатынастың мынандай стильдері топтастырылған: авторитарлық, либералдық, демократиялық. Қарым-қатынастың авторитарлық стилінде мұғалім оқушылардың қызығушылықтарын ескерусіз өзі ғана шешім қабылдайды. Оқушылардың пікірлері маңызды болып есептелмейді. Олар тек мұғалімнің айтқанын, нұсқасын орындаушылар ретінде қабылданады. Оқушыларға ешқандай еркіндік берілмейді. Олар үнемі бағынышты, тәуелді позицияда болып, педагогикалық ықпалдың объектісіне айналады. Мұғалімнің дауыс ырғағында бұйрық беру, қатал тәртіп орнату, өктем сөйлеу, қысым жасау сияқты қасиеттері басым болады. Мұндай қарым-қатынас барысында оқушылардың тұлға ретінде дамуына көп кедергілер кездеседі. Және ұстаз бен оқушылар арасында көптеген түсініспеушілік, шиеленіс, қарама-қайшылық жағдайлар кездеседі. Мұнда мұғалім менің айтқаным заң, мен бұйырамын, сендер орындайсыңдар деген позицияны ұстанады. Қарым-қатынастың демократиялық стилінде оқушы мен мұғалім педагогикалық қарым-қатынастың тең құқылы субъектілері ретінде қарастырылады. Оқушылар мен мұғалім ынтымақтастық қарым-қатынаста болады. Оқушылардың жеке пікірлері есепке алынып, олардың белсенділіктері, шығармашылықтары жоғары бағаланады. Өзара қарым-қатынастары кеңес беру, ақыл айту, өтініш, сенім арту сияқты формалар арқылы іске асырылады. Мұндай стиль оқушылардың тұлға ретінде дамып қалыптасуына, олардың субъектілік позицияға ие болуына, гуманистік қатынастардың орнығуына, жағымды психологиялық ахуалдың қалыптасуына әсері көп. Бұл стильді ұстанатын педагогтар оқушылардың көңіл-күйін, психологиялық жағдайын түсінуге, олардың мүмкіншіліктерін, жетістіктерін дұрыс бағалауға, оларға дұрыс құндылықтық бағыт-бағдар беруге тырысады. Осындай мұғалімдердің басқаруымен жұмыс істейтін оқушылар да өз беттерінше жұмыс істеуге дағдылану, жауапкершілік, шығармашылық, өзінің қабілеттерін дамытып, іске асыру ерекшеліктері жиі байқалады. Бұл стиль бойынша жұмыс істейтін мұғалім бәріміз бірге жоспарлаймыз, бірігіп орындаймыз, бірігіп жетістікке жетеміз деген позицияны ұстанады. Қарым-қатынастың либералдық стилінде мұғалім өз бетінше шешім қабылдаудан бас тартып, жауапкершілікті оқушыларға, әріптестеріне асырады. Мұғалім тек оқыту процесімен шектеліп, балалардың тәрбиесіне көп көңіл аудармайды. Оқушыларды өз беттерінше жібереді. Бұндай қарым-қатынас стилі бойынша жұмыс істейтін мұғалімдердің сыныбында үлгерім де, тәртіп те қанағаттанарлықсыз болады. Мұғалім балалар ұжымының дамуына, жеке оқушылардың даму мәселелеріне немқұрайлы қарайды. Қиын жағдайлардан құтылу үшін қатты талап қоюдан бас тартып, ешқандай белсенділік, шығармашылық танытпайды. Оқушылардың тәрбиесі, дамуы қадағаланбайды. Қарым-қатынас барысында ынтымақтастық, түсінушілік болмайды. Мұғалім сен тимесең мен тимеймін, қалай болса солай болсын деген позицияны ұстанады. Ханның зерттеуінше, мұғалімнің оқу-тәрбие процесінде ынтымақтастықтың қарым-қатынасты іске асыруға даярлығы мынандай компоненттерді қамтиды. Педагогикалық іс-әрекетке деген кәсіби ынтаның болуы. Оқу процесінде оқушы тұлғасын қалыптастыруға қажетті білім көлемінің болуы. Педагогикалық процестің қызметіне жағымды әсер беру мақсатындағы кәсіби іскерліктер жиынтығы. Ван Калик мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым-қатынастың мынандай топтамасын анықтаған. Бірінші, бірлескен шығармашылық іс-әрекетке әуестену негізінде қарым-қатынас. Мұғалім оқушыларды шығармашылыққа ынталандырады. Балалар мұғалім соңынан қалмайды. Екінші, достық ықылас негізінде құрылған педагогикалық қарым-қатынас. Мұғалім оқушының ересек жолдасы ретінде қарым-қатынаста болады. Татулық, достық қатынас орнайды. Үшінші, дистанциялық қарым-қатынас. Түрлі әлеуметтік рөл атқаруларына байланысты оқушы мен мұғалім арасында тақты дистанция сақталады. Мұғалімнің жетекші рөлі орын алады. Төртінші, қорқыту арқылы қарым-қатынас орнату. Мұғалімнің өктемдігі басым болады. Балалар үнемі мұғалімнің ұрсуынан үрейленіп жүреді. Бесінші, балалармен жұмыс істеген кезде әзіл қалжыңға негізделген қарым-қатынас. Балаларға ұнау үшін жас мұғалімдер қалжыңдасып сөйлеуді ұнатады, бірақ бұл дұрыс нәтижеге жеткізбейді. Алтыншы, мұғалімдер шәкірттер алдында өзінің артықшылығын көрсетуге бағытталған қарым-қатынас. Мұғалім тек өзінің беделімен ғана айналысады.
үнемі өзінің балалардан жоғары екенін дәлелдеуге тырысады. Әр жас мұғалім өзінің дербес ерекшеліктеріне, мүмкіндіктеріне, қабілеттеріне байланысты педагогикалық қарым-қатынастың өзіндік стилін қалыптастырады. Қарым-қатынастың өзіндік стилін қалыптастыру үшін ең алдымен жас маман өзінің психологиялық ерекшеліктерін, құндылық бағдарын, ішкі қабілеттерін және шығармашылық әлеуетін арнайы зерттеп білуі қажет. Коммуникативті қабілетті зерттеуге арналған диагностикалық әдістемелердің түрлері қазіргі психологиялық әдебиеттерде өте көп. Солардың бір мысалы ретінде адамның қарым-қатынас жасауға бейімділігін анықтауға байланысты мынандай тесттерді қарастырып өзіміз зерттеп көрейік.